Желіде шұғыл ақпарат. Сәлеметсіздер ме қымбатты көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтар ең біріншілерден болып біліңіз келсе, арнамызға жазылып лайк басын ұмытпаңыз. Әлемде өте қауіпті жаңа індет пайда болуы мүмкін. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы әлемде кез келген сәтте жаңа індет өршуі мүмкін екенін ескертті. Ғалымдардың айтуынша, болашақта адамзат COVID-19-дан 20 есе көп адам өмірін қиюға мүмкіндік жаңа індетпен бетпе-бет келеді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының бас директоры Тедрос Женевада үкіметаралық келіссөздер органының отырысында сөйлеген сөзінде өзінің болжамында H5N1 құс тұмауының өршуімен байланыстырды. Биылғы жылдың шілде айында патогендерге басымдық беру эпидемиологиялық және пандемиялық зерттеулерге дайындық ғылыми негізі атты жаһандық патогенге басымдық беру процесінің нәтижелерін сипаттайтын мақаласы жариялады. 50-ден астам елден 200-ден астам ғалым 1681 патогенді қамтитын 28 вирус пен бактерияның бір негізгі тобының дәлелдемелерін бағалай отырып қағазға өз үлестерін қосты. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басып жақындарыңызға таратып қойуды ұмытпаңыз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.